Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Щучинск қаласынан сөйлеп тұрмын. Ақмола облысына қарасты дәл осы елді мекендегі олимпиадалық даярлау орталығында. Бокстан ұлттық құрамадағы негізгі жігіттер десем болады. Бірнеше апта болды жаттығу жиындарын өткізіп жатыр. Соны көру үшін арнайы келдік. Көру үшін және сіздерге көрсету үшін. Соның барысында біраз эксклюзивті сұхбаттарда жаздық. Соның бірін дәл қазір назарыңызға ұсынбақпын. Кейіпкеріміз Сәкен Бибосынов. Енді бұл ұлттық құрамадағы тәжірибелі боксшы, және енді көпшіліктің де көкейінде, өзімнің де көкейімде біраз сұрақтар бар. Солардың барлығын қойып, жауабын алып, барлығын сіздерге көрсетпекпіз. Ендеше уақыттарыңызды алмай бастайық. Сәкен, көргенімізге қуаныштымыз. Біраз үзіліс болды, жарты жылдай болыпты. Соңғы рет Таиландта кездестік. Одан кейін жарақатыңыз болды, жарысқа да қатыстыңыз. Айтып берсеңіз, не өзгерістер болды? Соңғы жарты жыл қандай кәсіпқой мансабыңызда, жеке өміріңізде не болып жатыр? Өзіңіз не істеп жатсыз қазір? Денсаулығыңыз қалай? Аллаға шүкір, қазір таңда жарақаттан соң толық айығып, одан соң Ресейде Хабаровск қаласында жарыс қатысып, ол жақта бірінші орын жеңіп алдым, Аллаға шүкір. Қазір енді ұлттық құрамамен оқу жаттығу жиынындамыз. Осы Бурабайда алғаш рет, мына базада алғаш рет болып жатырмыз. Алматыда болдық, сборда. Енді біраз басында 2,5 ай жарақаттан соң толық емделдім, үйде болдым, реабилитация өттім. Кәдімгі операция жасалды, иә? Операция жасалды, полный разрыв. Сіңір жыртылған ғой? Иә, 2 сіңір полный үзіліп кетті ғой менде. Полный үзіліп, аяқтың артын кесіп, кәдімгі үлкен ота болды. Қалай қимылдадың ол кезде? Рингте? Рингте онда, рингке шығатын алдында негізі аяғым қайта тартылып отырып қалдым ғой. Мен әуезвалище маз жақтырып, сосын шықтық. Енді сонша елден Таиландқа барғаннан кейін Азия біріншілігі, ол жерден жарақатым бар деп артық айтуға болмайды. Сосын сол жарақатпен болсын жұдырықтастым. Енді кішігірім жарақаттың өзі кедергі жасады. Енді сол жерде аяқ қимылдамады негізі. Аяқ қимылдамады. Енді рингке шыққан кезде қызумен білмей кетеді деп рингке тәуекел етіп шықтым. Енді жекпе-жекте дұрыс өнер көрсете алмай, жеңіліске ұшырап, сол өзбек боксшы Азия біріншілігінде топ жарды. Асылбек Жалилов. Иә. Не мазақ қыла бастады ғой рингте? Оны байқадық біз. Иә. Енді шаршалаңда әркім өз ұстанымы болады, оның ұстанымы сонда мазақ қылу шығар дегенмен енді қолымнан келген барлығын жасадым, бірақ өкінішке орай кішкене жарақат кедергі жасады. Енді оны әркімге ақталып айтқым келмейді. Бірақ Толқын ағайдың ана қой дегенін көрдім мен, жаңағы жест арқылы көрсетті. Одан кейін басылған сияқты ол жігіт, кейін сөйлескен жоқсыздар ма жекпе-жектен? Жоқ, одан кейін жекпе-жектен сөйлескен жоқпын. Толқын ағаймен сөйлестім, Өзбекстан ұлттық құрамасының баспасөзімен, онымен сөйлесіп, енді өз ақыл кеңесін айтты ол кісі. Содан кейін кәдімгі балдақпен жүрген суретіңді көрдік біз әлеуметтік желіде. Иә, енді кәдімгі операция жасады, одан кейін 2,5 ай гипс дейді, гипспен 1,5 ай жүрдім. Вообще аяқ соза болмайды, сосын қайтадан үзіліп кетеді деп тегі жатып, балтақпен жүрдім. Сосын балтақ шешіп, реабилитация өттім 2 апта, 3 апта. Сосын толыққанды жазылып, Кисловодскта сборға алғаш бардым, ұлттық құрамамен бірге. Бірақ соның өзінде әлі толыққан жазылмаған тұғын, 100% жаттығулар жасай алмадым. Бірақ тәжірибенің арқасында Хабаровскте жеңіске жеттім. Бірақ енді дәл сол Хабаровсктегі формамен, Хабаровсктегі бокспен байрақты бәсекелерде жақсы нәтиже қол жеткізе алмайсың, бірақ сол жерде енді тәжірибенің арқасында жеңіске жеттім. Досматов деген қарсылас болып, біраз шулаттыңыздар ғой интернетте, ақпарат құралдарын. Олар ойлаған Хасанбай Досматов десе інісі екен, иә? Негізі Хасанбайдың өзі де, інісі де Кисловодскта барлығымыз жаңағыдай бірлескен оқу жаттығу жиыны болды. Ресей, Қазақстан, Өзбекстан, сол кезде өздерім олармен спарринг ойнадым. Інісімен де ойнадым, ағасымен де ойнадым. Сол кезде балдарға айтқан болатын, Хабаровскке кім 54-ке барады екен, Досматов. Осына бірінші бой, болмаса екінші бой боксасам ғой дедім мен. Барлық жарыстарда, мысалы Олимпиада болсын, әлем біріншілігі, Азия ойындарында тек бірінші бой, екінші бой кездесеміз ше.
үнемі осы айтады, біз екеуміз не финалда бокстаспайсың, не полуфинал бокстаспайсың, тек осындай бірінші немесе екінші кездесуде. Сөйтіп жеребе тартылды. Жеребе тартылған кезде кеп бапкерлер кім бокстасатынын, жеребе шыққанын бәрін айтқан кезде бірінші бой Досматов Тәжік ойнайды, екінші бой мен Ресеймен ойнаймын. Ұтқан кезде уже жартылай финалда Хасанбоймен ғой. Хасанбоймен негізі Хасанбой бірінші бойын ұтты, екінші бойында бастапты жалпы. Інісімен ойнау керек та. Інісіге жол берді, сөйтіп інісіне жол беріп, інісімен жұдырықтасты. Егіз інісі ағасына жол бергенде Хасанбоймен қайттан жұдырықтасу мүмкін еді. Енді ол жерде Хасанбой боксын көрдім бірінші кездесуінде, сосын Кисловодта жүрген кезде де 100% жаңағыдай өз бабында емес, олимпиададан кейін біраз уақыт демалған. Енді жайлап формасына келетін шығар. Қанша жыл болды сіздерде енді текетірес, жалпы енді тарихта қалады ертең ол бар ғой, сол Сәкен мен Хасанбой. Бәсекелес деген жақсы ғой енді. Ең мықты қарсыластарым бірі болды. Қанша 4 майда жұдырықтастық. Тек қана жаңағыдай турнирде жұдырықтаспаймыз, екеуміз тек әлем чемпионаты, Азия ойындары, Олимпиада, Азия чемпионаты. Енді осынша жыл артта қалды ғой бәсекелес. Қазір көргенде қалай деймін, қарым-қатынастарыңыз, қандай араларыңызда әңгіме, диалогтар болады? Енді Кисловодта бірге жүріп, бірге әңгімелестік, жаттығуда болсын, жаттығудан соң оған деген көзқарасым оң, оған ешқандай жамандық ойламаймын. Енді тек қана қарсылас болдық рингте. Оның енді бағы жанып, жеңіске жетті олимпиадада. Інісі қалай екен, қарым-қабілеті? Інісі де осал емес, жақсы, ағасы сияқты алдыға жұмыс жасайды. Бірақ енді кішкене тәжірибе кішкене жеткіліксіз болды. Бірақ кеше осы Таиландта турнир болды. Кеше 55-те сол інісі чемпион болды да. Сол жарыста. Салмақтар ауысып жатыр, қазір 55-тесіз бе? 50 ма, 55 пе деген сұрақ әлі қойылады әлеуметтік желілерде. Енді 50 деген салмақ мен үшін қиындау болады. Ол жағы енді адамға денсаулық керек қой. Өйтіп салмақ қойып 50-ге жұдырықтасам жеңіл болады деп ойласаң, ол денсаулығымнан айырыламын. Сол үшін қазір таңда 55-ке ауысып жатырмыз. Енді 55 килограмм салмақта елімізде бәсекелестік жоғары. Ол салмақта жаңа бірінші, екінші, үшінші нөмірлер балдар бар. Мен енді бұл салмаққа енді ауысып жатырмын. Алла қаласа жақсылап бейімделіп, оларға қарсылық танытып, Алла қаласа сол жігіттермен бауырларымызбен бірігіп, Алла қаласа 55-те әлемде мойындатамыз деп ойлаймын. Енді Ливерпуль ғой жақыны, әлем чемпионаты. Оған мақсат бар ма? Жаңа денсаулық мүмкіндік бере ма? Денсаулық болғанда енді қазір таңда толық айығып осындай жаттығу жасап жүрмін. Енді ол жағын ұлттық құраманың бас бапкерлері шешеді. Бұл салмақта мен бірінші нөмір емеспін, екінші нөмірде емеспін. Бұл салмақта бірінші, екінші нөмірлі боксшылар бар. Мүмкіндік болып жатса, өнер көрсетіп жатсақ, Алла қаласа елімді жеңіспен қуантқым келеді. Бірақ енді барлығын ұлттық құраманың бас бапкерлері шешеді. Махмұт бар, қазір Нұрсұлтан Алтынбек бар, тағы да балалар келеді. Тимур Қабдешев бар, сосын кеше өзіміздің жаңағыдай жас спортшылар, екі турнир чемпионы болған Бағлан деген бауырымыз бар. 54-тер биыл қай жарысқа барады, барлығы ұтып келе жатыр ғой. Бірінші орын алып 54-55 килограммдар. 54-57-дің бәрі 55-ке икемделіп жатыр. Енді ИБАда қазір 54, World Boxing'да 55 болып тұр ғой. Енді олимпиададан салмақ, ең кіші салмақ 55-тен басталады. 50 деген салмақты алып тастады. Жеті салмақ қалдырды ғой. Лос-Анджелесте, Алла қаласа. Мүмкін оған дейін өзгерістер болады. Олимпиададан 3 жыл бар ғой. Бірақ енді ең кіші салмақ 55. 55-те енді елімізде бәсекелестік жоғары болып тұр. 55-тен бөлек барлық салмақтарда бәсекелестік жақсы қазір таңда. Қамшыбек аяқтады ау деймін, кәсіпқой мансабын. Бәрі енді сіздің толқын Қамшыбек, Асланбек, сол Сәкен, еске түсетін солай да. Бекзат, жаңағы кімдер, Махмұттар деген сияқты. Хабар бар ма Қамшыбектен? Асланбек ресми ештеңе айтпады, әртүрлі сұхбат береді, 50-де да үнемі позициялар. Енді хабарласып тұрасыздар ма? Енді әркім өз жоспарымен бөліскісі келмейді, бірақ енді Қамшыбек ағаммен де, жаңа Асланбек ағамызбен де хабарласып, денсаулығын біліп тұрамыз. Үнемі қазір таңда енді өз отбасына көңіл бөліп, мүмкін жаттығуларын жасап жатқан шығар, бірақ енді толық несін өздері шешім қабылдайды деп ойлаймын. Бірақ былайша әлі барлығы мансабын аяқтадым деп айтқан жоқ. Мүмкін бокстасатын шығар. Жастар көбейіп жатыр қазір.
Қазір қалай ұлттық құраманың ішіндегі атмосфера? Сосын сіздер кәдімгі уже аға буын болып қалдыңыздар ғой, иә уақыт деген зымырап өтіп жатыр. Кеше ғана кірген кезімізде ең ішіндегі молодой жас спортшылардың бірі еді. Қазіргі таңда енді жасымыз 27-28-ге келе жатыр. Ұлттық құрамада ең үлкендердің бірі болып отырық. Теміртас ағамыздан бастап былай қарап өзіміздің құрдастар бар, ағаларымыз бар бір-екі. Ең үлкендері өзіміз. Қазіргі таңда жастар ұлттық құрама жақсы кіріп, өз жақсы нәтижелерін көрсетіп жатыр. Алла қаласа осы жас буынымыз қазіргі таңда ұлттық құрама кіргендер, Алла қаласа алда байрақты бәсекелерде елдің үмітін ақтайды деп сеніммен айта аламын. Қазір Сәкенде не ұстап тұр осы кәсіпқой мансапты аяқтамай қанша титулдар болды? Жетістіктер де болды ғой енді кәсіпқой мансапта, біраз титулы жігіттердің бірісі ғой құрамада. Кейбір жігіттерге айтып тұр ғой, кетіп жатыр өздеріңіз замандастарыңыз, қатарластарыңыз әртүрлі бағыттарға. Сәкенде не осы бокстан ажыратпай осынша уақыт ұстап тұрған не ме? Енді соншама жыл еңбек еттім, қанша осы бокс таңдағаннан кейін мықты бір дәрежеге жету керек. Өзімнің арман мақсатым бар. Сол арман мақсаттарыма әлі жеткен жоқпын. Сол үшін осы мақсатым жолында, арман жолында қазіргі таңда енді боксты қоям деп тұрған ешқандай ойым жоқ. Сол мақсатым жолында күресіп келе жатырмын. Қанша жарақаттар болды, қаншама қиындықтар болды. Өзім үшін өзім басып өткен жолым, өзімнің тарихым бір қызық мен үшін. Бір кісілер айтады, сенің осы боксың жайлы, осы өмірің жайлы бір кино түсіруге болады деп айтады. Қолдауын білдіріп жатады. Енді қазіргі таңда енді қол жеткізбеген армандарым бар. Сол үшін бокс тастатқан жоқпын. Жасымда енді былайша жасым 35, 30-дан ашып кеткен жоқпын. Қазіргі таңда енді 27-темін. Алла қаласа 28-ге толамыз. Бұйыртса жақсы нәтижелер қол жеткіземін деп ойлаймын. Енді олимпиада ма бағынбай тұрған қазір? Енді олимпиада ғой, енді 2 олимпиадаға қатыстым. Бірақ енді 3-ші олимпиададан бір Алла біледі, бірақ не болатын, денсаулығымыз жарап тұрса, ұлттық құрамада бірінші нөмір болып тұрсам, жақсы нәтиже қол жеткізіп жатсам, олимпиадада өнер көрсетіп жатсам, Алла қаласа алтын алғым келеді. Енді осы Парижде негізі алтын аламын деп барғам. Мақсатым, арманым сол болған. Ешқандай күмісте, қоланда ойлаған жоқпын. Ең биік дәрежені алтынды ойладым. Бірақ енді өкінішке орай жеңіліске ұшырадым. Енді өзімнің қарсыласым олимпиада чемпионы болды 2 дүркін. Мен өзімнің ең мықты нәтижем олимпиада ойындарының қола жүлдегермін. Сосын әлем чемпионы. Бірақ өзім енді осы бокста жүргеннен кейін ертең осы спортта өз атымды жазғым келеді. Осы Қазақстан бокс тарихында алтын әріптермен қойған кезде де соңғы рет Азияда ұтылып қалдым деп қойып кеткім келмейді. Мысалы соңғы мүмкін чемпион мир болып, мүмкін олимпиада чемпионы болып, кәсіпқой боксымды сол кезде аяқтағым келеді. Енді қазір соңғы ұтылып қалған кезің болсаң, барлығы сен призер олимпиада, сен чемпион мирін ұмытып кетеді, сен ұтылған кезіңмен есте қаласың ғой. Сәкен мен Хасанбой Қамшыбек пен Бахадыр ғой, және сол текетірес қазір тарих болып барады, байқайсыз ба, көз алдымызда кәдімгі бір сезесіз бе деймін ғой соны, бәрі сол. Және көп еске алатын сияқты болашақта. Көп еске алады. Одан кейін қазір бізден кейін де мысалы қазір бауырларымыз бар. Енді Өзбекстанда да мықты жас боксшыларды көріп жатырмын. Олармен де біздің жас боксшылар ертең бәсекелестік болады. Біз сияқты ертең 4-5 рет жұдырықтасады бір-бірімен, оларды тарих жазады деп ойлаймын. Енді біздің Хасанбоймен бәсекелестігіміз біз үшін тарих қой. Кәсіпқой боксқа қатысты ойлар болған жоқ па, ұсыныстар болған жоқ па, ондай да сұрақтар бар. Кәсіпқойдан ұсыныстар бар. Енді қазіргі таңда ұлттық құрамада жүргеннен кейін, осы әуесқой бокста болғаннан кейін қазір кәсіпқойда қатты ойлап жатқан жоқпын. Жақсы ұсыныстар болса, мүмкін өзімді сол жақтан көріп жатсам, болашағымды сол жақтан жарқын сезініп жатсам, мүмкін кәсіпқойға ауысуымда мүмкін. Бірақ енді ұлттық құраманың бас бапкерінің рұқсатымен, өзімнің жеке бапкердің рұқсатымен, Қазақстан бокс федерациясының басшылығының рұқсатымен рұқсат беріп жатса, әрине жақсы ұсыныс болған жағдайда ғана осыға қарастырамыз. Ұсыныстар елдің ішіндегі компаниялар ма, әлде алыс жақын шетелдер бар ма? Елдің ішінде онда промоутерлік компаниялар бар ғой біздің. Елдің ішінен де бар, сосын алыстан енді мировой жақтан да ұсыныстар болып жатыр. Енді ол жағы жұмбақ болсын, ешкімге. Алла қаласа контракт болып жатқан кезде, жаңағыдай шынайы болып жатқан кезде белгілі болатын шығар.
жақсы. Бірақ енді қазір енді әуесқойда болғаннан кейін бәр мақсат арманым осы әуесқойда осы Қазақстан бокс тарихында атымды қалдырып, қазіргі таңда осы ұлт құрамадағы бірінші нөмірлі жігіттерге көмектесіп жүрміз. Жаңа айтып жатсыз ғой, 35-ке келген жоқпын ғой әлі деген сияқты. Десе де енді кәдімгі үлкен буын болып қалдыңыздар. Кәсіпқой мансапты аяқтағаннан кейінгі өміріңізді елестетіп көрдіңіз бе, жоспарлар құрып көрдіңіз бе? Қазіргі таңда енді былай айтсам, шынайы елестеткен жоқпын. Бокс қойсам не болады деп жатқан ондай ешқандай ой жоқ. Қазір енді тек қана бокс болғаннан кейін әлі мүмкін кәсіпқойда бокстасам, мен әлі бокстан, спорттан шаршаған жоқпын. Мүмкін 30-35 жасқа дейін бокстасатын шығармын. Содан кейін ары қарай ойлай береміз. Жақсы. Мырзағали аға көрінбейді көп. Мен оқу жаттығу жиындарына, жарыстарға барамын, өзім байқап жүрген жоқпын деймін ғой, ол кісінің жағдайы қалай, сосын неге көрінбей кетті ол кісі ұзақ уақыт? Қазіргі таңда жағдайы, отбасы барлығы жақсы, Аллаға шүкір. Кеше Хабаровскте бізді дайындап, бірақ бармады ол кісі, жоқ, Хабаровскте болды ма? Бізбен шаршы алаңға шығып, бірге жеңіске жетіп, елге бірге келдік. Одан соң Алматыда 2 алтын әкелді ғой. Сағындық Тоғанбай екеуміз 2 шәкірті. Жоқ, Нұрлан Сапарбай 3 алтын болды ма? Жоқ, Нұрлан Сапарбай Сағындық 2 орын алды. Үшеуміз де Түркістан облысымыз, бірақ енді Түркістан облысы емес, елдің атынан шыққан кейін Қазақстан атынан шықтық. 2 алтын 1 күміс әкелді ғой шәкірттер. Ағайда барлығы жақсы. Алматыда да болды. Ұлт құрамамен бірге сборда. Енді қазір таңда осы Бурабайға келетін болып тұрған. Енді бір шаруа шығып қалды. Алла қаласа келесі оқу жаттығу жиынында міндетті түрде болады. Жалпы былай ондай көп не жоқ не тойлау деген байқаймын ғой енді негізі. Енді мен Олимпиададан келдім, Грузия Олимпиадаға келген кезде 2 апта дем алдым. Сол 2 аптадан кейін жаттығу бастап, одан кейін әлем чемпионаты жақын болды сол кезде. Сөйтіп әлем чемпионатына дайындалған болатынбыз. Енді ары кетсе бізде ең ұзақ уақыт үлкен жарыстардан келген кезде бір ағай сол 2 апта ғана 10 күнге ғана рұқсат береді демалысқа, одан кейін қайтадан оқу жаттығу жиындары бастап жайлап бастай береміз. Сосын қазіргі жас боксшылардан андай естіп жатырық, ондай болып па еді, турнирлер талғайды дейді. Мына жарысқа қатыспай-ақ қояйын, Талдықорғандағы жарысқа қатыспайын, мен шетелдерге барғым келеді. Кей кезде жаңа бір ағайлары звондайды дейді, сондай бір өтініштер айтып. Ондайға көзқарасын қалай деймін ғой, кәсіпқой мансабында болып па еді ондай бір жағдайлар? Енді мен өзім кішкентай кезде жарысқа асығатын, көп жарыс қатысқым келеді деп, сол кезде өзім ағам, туған ағам, өзімнің боксер сол айтатын, асықпа, Алла қаласа әлі сен жарыстан шаршайтын кездері болады деп. Енді сол сияқты қазір балдар енді жасөспірімдер арасында, Азия біріншілігінде, жастар арасында Азия, әлем, сондай мықты турнирлер қатысып, мүмкін шаршағаннан шығар. Кейде жарыс таңдау, мықты жарыс қатысып келетін шығар, мүмкін осал жарыс емес, сол жақтарын тыңдаған жастар, бірақ енді ұлт құрамада бас бапкер кімді қай жарысқа өздері бөліп жазады, барлығы сол жарыстар қатысып жатыр. Ондай мен мына жарысқа барайын, мынау дұрыс емес деген ондай бізде ұғым жоқ. Бас бапкер мына жарысқа барасың десе, болды деп сол жарысқа барып қатысамыз. Талғамайсыздар. Қазақстандық болсын, ол облыстық болсын, әлем чемпионаты болсын, бәрібір дейсіз ғой. Кімге бой керек болады, кімге бой аз болса, сол бойы барлығын бөліп жібереді. Бас бапкер айтады, барлығы сол жарыстарға қатысып жатыр. Жастардан кімді бір ерекше атап өте аласың, мысалы, кейінгі толқыннан, салмаққа қатысты емес, бірақ мықты әлеуеті бар деген сияқты. Қазір таңда Төрехан бауырымыз жақсы ересектер арасында бірден өтіп, Страnger турнирінде жеңімпаз атанды, үздік боксшы атанды, кеше Таиландта чемпион болды. Соның аяқ алысы өте жақсы. Жастар арасында да ешқандай жарыс ұтылған жоқ. Енді қазір таңда мықты бокс көрсетіп жатыр. Маған соның өзі бокс манерасы қатты ұнайды. Кәдімгі рингтегі жүріс-тұрысы, әр қарсыласты өз ойына кіргізуі, соны енді болашағы жарқын деп ойлаймын. Одан бөлек жас боксшылар, мықты боксшылар бар. Біраз ғой негізі. Ең ішіндегі мықтысы дәл қазір енді ересектер арасында өте салып, 2 жарыс ұтқан осы Төрехан бауырымыз болып тұр ғой. Стильге қатысты, солда жанкүйерлеріміздің бір сұрақ қойыпты. Сәкеннің стилі нақты қандай? Сосын ол өзін көргені аралас дейді.
қазақ стилі бар дейді. Сосын Мырзағали ағаның қосқаны бар дейді жаңағы. Бұл енді бұрын нокаутпен құлатып үйреніп қалған ғой. Сосын өзбектің де стилі бар ма ол жерде дейді, бокс стилі. Қалай жауап бере аласыз осы сұраққа? Осындай бір философиялық сұрақ қойып жіберді. Енді еліміз білетін шығар, мен өзім Өзбекстанда туылғам. Содан кейін мүмкін Өзбекстанда дайындалып, сол өзбек боксының кішкене элементтер ма? Иә, соны септігі бар шығар деп ойлап жатқан шығар. Бірақ енді қазіргі таңда мен өзім боксымда қазақ боксын көшірмес деп айта аламын. Сосын Мырзағай ауысқаннан кейін кішкене Мырзағай өзің айтпақшы ударлар қояды ғой, соққыларды. Сол ағайға ауысқаннан кейін кішкене соққыларым мығым тиетін болды. Енді мен өзім бокс стилім енді әртүрлі, бір кезде былай бокстан, бір кезде былай бокстан, мен қарсыласқа байланысты. Мен өз стилім негізі бойым ұзын, қолым ұзын болғаннан кейін арақашықтық сақтауға тырысамын. Ағайда үнемі маған осыны айтып жатады. Blue corner boxer from Kazakhstan, Сәкен Бибосынов. Сосын былтыр жылдың соңына қарай бокс мамандар айтып жүрді, Сәкен бір жыл демалса деген сияқты. Бір жыл демалу керек, өте үлкен жүктеме. Қанша жарыс болды, қанша психологиялықтар қысымдар болды. 2025-те демалады, содан кейін ол қосалады деп олимпиадаға дейін. Сондай да пікірлер болған. Ондай енді сізге де айтылған шығар, ондай ой болған жоқ па, жоспар. Бірден кірісіп кеттіңіз, жарақат жазылғаннан кейін. Жаңа кисловодский сбор бірден мен жазғаннан кейін сол жаққа бару керек болды. Енді бас бапкер мен ұлттық құрамада болғаннан кейін, осы жақтан жалақы алып жатқаннан кейін Қазақстан бокс федерациясы не айтады, соны орындауымыз керек. Мен енді толық жазылдым ба деген кезде жазылдым, дайынмын дедім. Сөйтіп сборлар қосты. Қазіргі таңда енді жұмыс жасап жатырмын, жаттығу жасап жатырмын. Мүмкін мен дайын емеспін десем, мүмкін маған тиіспейтін, демал деп айтатын. Бірақ енді өзім 2,5 ай, 3 ай уақыт демалып, реабилитация өткеннен кейін өзімді толық өз қалпыма келгенімді сездім. Сосын жаттығуымызға оралдық қой. Физика ғой. Ми не болып отыр? Моральдық тұрғыда қанша не болды? Оңай емес, 2 олимпийский цикл өттім. Барлығы соңғы кездерде олимпиада ұтылдым, одан кейін осы барып барлығын Азия чемпионатында жуып шайым келген. Өкінішке орай ол жерде ұтылып қалдым енді ол кезде. Ол кезде де сындар болды. Ол сын бірақ айтыла береді ғой. Мен енді сынды дұрыс қабылдаймын. Бірақ сын дұрыс болса егер, біреулер жеке шекараға өтіп, отбасыма сөз тигізгісі келеді, біреулер ол жағы енді дұрыс емес деп ойлаймын. Әркім өз маман сөйлеген дұрыс. Маған келіп, мысалы, боксшы біреу, мысалы, спорт шебері болса да, или тек тренер болса да, бір мықты біреу дайындамаса да, ол бірақ осы спортта, бокста жүрсе, маған бір сын айтса, мен оны дұрыс қабылдаймын. Сен мына жерің дұрыс емес, сен мына жерде былай ұруың керек деп айтса, мен оны дұрыс қабылдаймын. Біреулер телефонда отырып алып, жаза береді, әр нәрсені. Бірақ оларға мән бермеймін негізі. Отбасыға қатысты білем, әңгімелер болды. Шекарадан өткенінде де біз бір әлеуметтік желіде қозғағанбыз. Оны енді мен қазбалай бергім келмейді жарам, бірақ жағдай қазір қалай, дұрысталды ма? Көпшіліктің де көкейіндегі сұрақ бұл. Бәрі жақсы ма әйтеуір ең басы? Аллаға шүкір жақсы. Мен отбасымға енді біреу шекарадан өтіп, отбасым туралы айтқым да келмейді. Қазір таңда барлығы жақсы. Жақсы. Сәкен хобби қандай деген сияқты, бұған дейін біз қозғаған шығармыз ол сұрақты, бірақ айтып кетейікші, сосын қандай музыка тыңдайды, қандай соңғы рет кітап оқиды деген сияқты да, кәдімгі көпшілікті қызықтырып отыр сондай сұрақтар. Енді мен хоббиім, енді бос кезде жаңағыдай кітап оқуға тырысамыз. Одан соң енді бос кезде біз основной сборда жүреміз ғой. Бос кезде отбасыма көңіл бөлгім келеді. Анам бар, келіншегім бар, соларды бір тамаққа алып барып, кино апарып, қыдыртқым келеді. Бос уақытымда сол уақытқа арнаймын. Енді основной бізде көп бос уақыт болмайды. Сборда бос уақыттар кезде сондай кітап оқуға тырысамын. Сосын арасында бір кино көремін. Қандай сол біліп жүрейік, Сәкеннің сүйікті киносы қандай екен, кітабы қандай екен? Режиссердің атын ұмытып қалдым. Основной негізі соның киноларын көп көремін. Шетелдік кинолар негізі көп кішкене мотивация беретін кинолар. Ранний совета көргім келеді. Фантастика болсын, андай киноларға кішкене құр уақытым кетеді. Сол үшін өзіңе пайдалы бір киноны болса, соны ғана көремін. Кітаптарданшы? Кітаптармен қазір таңда енді барлығымызге үлгі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаянын оқып жатырмын. Енді оны бітірген соң бір осы жақында ағаларым бір жақсы кітаптар хадия жасаған, Алла қаласа сол кітаптарды бастаймын. Бауыржан Момышұлы атамыз жайлы.
Таиландта кеше Дулат пен Нұрзат Starbucks істеп отыр. Соған айтады, бірінші рет ішіп жатыр дейді да. Мен ана Нұрзаттың эмоциясын көріп, мен қуанып отырмын да. Қандай, соны ойлайын да, осыған жету үшін ол қанша күн шектеп берген, өмір бойы сонда бармаған ғой енді. Өзіңізде сондай бір нелер болды ма? Андай шектеу, кәсіпқой мансапта бар ғой? Кәдімгі кей кезде кола ішудің өзі кәдімгі арман болып кетеді ғой? Иә. Қатты шектеген кездер әлеуметтік желіден болсын, или осындай бір қыдырыстардан, тойлардан. Енді мен өзім былайша тәттіге құмармын, тәтті жегім келеді. Мысалы жарысқа уже бір ай, 1,5 айған кезде тәттіден тыйыласың, бас тартасың. Кәдімгі жарыс біткен кейін анында осы телефонда көрсең, Инстаграмда тек қана сол тәттілер шыға береді, қайта бір жегім келеді. Бірақ сол кезде уже кәдімгі біз кәсіпқой боксшы болғаннан кейін жаңағыдай өз жұмысымызға жақсы мән беру керек болады. Сол үшін жемеуге тырысып тыйыласың. Сосын жарыс қалай бітеді, солай жегің келеді. Бірақ енді мөлшерден көп жеуге де болмайды, негізі тәттіні спортшыларға. Сондай кездер тыйылған болады. Енді спортшыға енді үлкен бір дәрежеге, үлкен бір нәтижеге қол жеткізгісі келсе, бір нәрсеге жету үшін бір нәрседен тыйылу керек дейді. Бір нәрседен бас кешу керек болады. Мысалы, той болсын, жаңағыдай туған күн, бір кейде сен өзіңмен қатар достарың, бауырларың бір жерде демалады, бір тойға барады. Сен ол кезде мысалы саған ол зиян болатын болса, барма тырыссаң, ол нәтижесін сен келесі жарыстарда көретін боласың. Көп шектейтін бе едіңіз сондайдан? Шектеген кездерде болды, иә. Мен әрине мысалы жарысқа жақынған кездерде, мысалы 1 ай, 1,5 айған кезде кәдімгі режим сақтауға тырысамыз. Барлық жағынан ешқандай бір жерге болсын, біреумен шай ішу болсын, уақытылы жатып, уақытылы тұрып, жаңағыдай жеуге болатын тамақтарды жеп, жаттығуымызды уақытылы жасап, тыйыламыз ғой негізі. Түсінбей ренжитіндер болды ма, көп болды ма? Енді менің қасымда өзімнің дос бауырларым бар, барлығы түсіністікпен қарайды. Сәкен өзінің болашақта дейді, жарайды, алыс болашақта дейік, бапкер ретінде көре ме дейді. Қасымда мен досым, бауырларым, ағаларым бар. Бапкерлікті қазір таңда қолға алып, бапкер болып жұмыс жасап жатқан. Бір ағалар жұмыстарын көріп, кішкентай балалар үйреткен көріп, қиынды негізі. Енді мүмкін болып жатса, әрине чемпиондар шығарымда келеді. Менде бапкерлік мансапты бастап жатсам, сол жаққа барлық ынтамды салып, мүмкін чемпиондар дайындауға болады. Бірақ енді әзірге ол туралы ешқандай қазір таңда тек осы спортшы болғаннан кейін тек осы спорт алдағы жоспарым тек осы алдағы жарыстарда тек қана бірінші орын алғым келеді. Сәкен, рахмет, уақыт бөлдіңіз. Көргеніме қуаныштымын расымен де. Көп жанкүйерлеріңіз сәлем айтып жатыр. Және қуанып жатыр келгеніңізге. Жаңа сұрақтарында байқап жатсыз ғой. Және өте қызық қойын деп тұр алда. 55 келі ең бәсекесі жоғары салмақ болады біздің елде. Көреміз енді алдағы уақытта. Сәттілік тілейміз. Білесіз, ақпараттық тұрғыда енді барынша қолдап көтермелеп жүреміз, өйткені бокс осы. Өмір бірінші спорт, одан кейін енді бір қазақи орта бар. Жаңа ғой, көргенде әйтеуір кеудемізге қойып, ассалаумағалейкум деп амандасамыз, қалымыз сұраймыз. Біраз спортта жүрем ғой. Осы мен бокстың залына кіргенде кәдімгідей бір өзім ауылымда жүрген сияқты еркін, кәдімгі жақсы бір әсер аламыз да. Негізі ана жолда келіп кетіп, бір бас көріп кеттім. Көрмей алып қойсын, сөйтіп қайтып кеттім. Иә, қарап кеттім ол кезде. Сосын осы жолы командамен келіп сұхбаттар жазып, сөйлесіп, жағдайларыңызды білейік деп өте қуаныштымыз. Біраз ақпараттар алдық. Және сәттілік тілейміз. Рахмет сізге. Рахмет.